Мінекей қыздар, 1,5 метрлік матамыз мынау. Мына ұзындығы 1,5, ені де 1,5. Кейбір маталар 1,60, 1,70, 1,80 де бола береді маталар. Ол үшін біз бүктеп қоямыз. Мына біз қазір мен 1,5 метр матаға көрсетіп отырмын. Осыған қазір біз осы киімімізді саламыз. Мінекей мына ашық жағына бірінші арқасын қоямыз. Арқасына шоп түсірем десеңіздер, осылай қоясыздар. Мінекей жатысы бізде жоғары қарап жатыр, бас жағы былай қарап. Осыны салып алғаннан кейін, мына жер уже 1,5 деген 75 сантиметр етегінің кеңдігі болды. Енді жеңді аламыз. Жеңді ұзын қылғыңыз келсе, мына бар матаны қойып, былай сызып, үлкендеу ала бересіз. Мына жерден ремен шығара аласыз. Мына жағаларға апташка дейді, жаңағы астарларын сала бересіз. Мінекей осылай көйлек, трапеция көйлекті пішуіңізге, үнемдеп матаға салып пішулеріңізге болады. Мұқият көрсеңіздер, өте жеңіл. Жатысының бәрі былай қарап тұр. Мінекей осы матаға сіздер қалат тіккілеріңіз келсе, қалаттың алды түймелі болады. Ол үшін мына арқасын мынақа жатыстырып салып аламыз. Мына арқасын былай бүтін жаққа саламыз, арқаны бейтіп. Алды енді сіз қалат істеңіз кеп тұр, или түйме, или замок қойғыңыз кеп тұр. Оны осылай қойып, мына жерден замокқа, или түймеге 1-3-4 сантиметр, замок болса 1 сантиметр жетеді. Осылай қойып аласыздар. Егер түйме қылам десеңіздер 4 сантиметрдей болады. Жеңі де жаңағыдай осылай салынады. Бұл велюр матаға мына жақ қарай жату керек. Мінекей бұл қалатқа, жаңа көйлекке бүйтіп ауыстырып сала берулеріңізге болады. Бұл трапеция көйлек барлық адамдарға өте әдемі, кез келген адамға да шақ келе береді. Міне сол 1,5 метр матамызды бүктеп, қазір бұны біз айқаспарлы түрінде ұзындау да қылып шығара бересіз, қысқа да қылсаңыздар бәрібір. Міне 1,20 десек, былай қоямыз. Мына былай қойып алдық. Міне келесі бетінде мына жаққа қоюымызға болады. Бұны жаңа ұзын қылам десеңіздер, осылай ұзын қылып піше бересіздер. Мінекей мына екі шетте қалған жерден бізде жең шығады. Бұл ұзын қысқаны істеу үшін керек, немесе тура былай қойып алып, жаңағы көрсеткендей, бірақ бұл уже бір-біріне айқасып салынып тұр. Өйткені бұл жерде переливать етпейді ешқандай. Мінекей осылай салуға болады. Бұл гүлді маталарға, велюр емес, жай шұлықтарға, ворсы жоқ маталарға, переливать етпейтін маталарға салуға болады. Мына бізде жеңін де мына шетінен қойып, өзіңіздің қалағаныңша ала бересіздер. Или былай қойсаңыз да, бұл жеңге бәрібір. Үстіп қойып, ұзындығына алып, мына жерден жаңа апташкасын жаға саласыз ба, ремен саласыз ба, осылай аласыздар. Бұл жаңа түсіндіңіздер, жай матадан, штапельден, шелктан, шеріс маталардан, үшін переливать етпейтін маталарға осылай салып пішулеріңізге болады. Бұл жерде үлкен көмегі өте көп, кеңдеу қылуға болады, және ұзындау қылуға болады. Мына киімдеріңізді былай ұзартып. Мінекей 1,5 метрден ұзын қылып пішем десеңіздер, жеңі жоқ қыл, кимоноға киеді кейбіреулер. Осылай пішуге болады. Әрі бұл жерде басқа капроннан, шифоннан, басқа түрлі матадан жең салуға да болады. Егер салғыларыңыз келсе, міне осылай қойып пішесіздер бұны. Өте экономный бұлар. Немесе бұлай да қойып пішуге болады. Сәл ғана ұзын қылып, мияқтан жең алуға да болады. Мен сіздерге міне матаны қалай төсеу несін көрсетіп отырмын. Бұл шайы, шолық, шеріс маталарға піше бересіздер.